dostlarım. Aynen baktlı olun, aman olun. Bugün kuanızda mektebimizde sağınıp kebatırsız, ustazlarda sağınıp kebatırsız odayım. Yani dostlarınızda kuanıbatırsız. Benim içinden ettim hazır kuanı. Baktlı olun, aman olun. Najigit başılık bayramımız kutlu olsun. 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık bayramlardan basınız. Aman olun, hadi birleşlikte ötkege veririz. Rahmet, aman olun, mektepte unutmağınızga. Minekey hazır 23 yıl bolsa men pensiyaga chiqqaныma. Sondan beri men o'quvchilardan xabar olib turibdim. Kim Aygul menen qizim tug'ilgan kun ekan. Ular kelib xabar olib turdi. Mavluda, Malika, ular ham keldi. Ikram qayda? Bir kuni shashib kelib tursam tanimay qoldim Ikramni. Keldi, aynan bayram. Aterimga barsam menden ақша almaydı. Bir rет bardım, ақша almaydı. Endi kuymayman dedim. Sonday baxtlı olsun Kudayım. Hemmeniz aman bolun, baxtlı bolun. Ömür bo'lsin, ata-onalarınızın alında aman bolaysiz. Ballarım sarf etsin, kalp etsin, yesesin Allah жеткерсин. Өзгейсіз, өңгейсіз, тығыңыз бір болсын, әмменіздің шақаларыңыз мың болып жайылғай. Құдайым кең пейіл бергей сіздерге, кетпес дәулет бергей сіздерге. Мәртебелеріңіз бәлент болғай, жігітлерімізге инсап бергей, қызларымызға Құдайым мейірімді, инсаплы қызлар болғайсызлар. Міне ұл өсіріп атырған шығарсыз, қыз өсіріп атырған шығарсыз. Құдайым солардың ұратын көріп, біздердің жасымызға барғайсыз, біздердің жолымызды бергейсіз. Тап бүгін мен мінекей ақылығымды үйлендіріп, той беріп кетірпан. Сіздерде сондай ақылық үйлендіру, ұлыңызды үйлендіріп, оннан ақылық көріп, ол ақылықты да үйлендіретұғын жасыларға жетіңлер. Менің жасымды берсін, жолымды берсін балаларым. Сіздерді көріп қатты қуандым. Баяғы кішкентай түрлеріңіз маған есіме түсті. Міне сол ғой, қай жерге барсам да алдымнан шығасыз, қатты сыйлайсыз. Сол уақытта мен өзімнің мұғалім болғаныма қатты қуанамын. Құдайым әме уақытта да осындай мейірімді болғайсыз. Біздерді сыйласаңыз, сіздерді Құдай сыйласын. Ешбір көздеріңіз жамандық көрмей, жақсы күндерде бір-біріңізбенен ұшыраса бергейсіз. Қатарыңыз ешқашан жоғалмасын. Аман болғайсыз балаларым. Қыз айтып келгейсіз. Namanda, niye olarak değil, bu cahil. Yerde gönlümüz var ya.
жоқ, қане, Тайыровтың орнынан айтып Аватова Айгүл жоқ. Елебес Тимур жоқ. Кеңесбаева алтын жоқ екен. Дарабаева Зухра жоқ. Махамбетова Гүлназ жоқ. Қосылмайма деген сол. Тұлдыбай жоқ, Тұлдыбай. Тұрсыйынов Тұлдыбай. Абылар Шарбаева. Ипашин жоқ екен. Бипсара, Оғзара. Себепшілер плюс қой, себепшілеріне минус қой. Міне бүгін сіздер мектеп бітіргеніңізге 20 жыл болды. Сол мұнасыбетпенен қартайып қалды, қарадым жүгімді. Бірақ денсаулығы жақсы, Құдайға шүкір. Міне мен де 6-7 класстан бастап сіздерді түпкергенде шекен оқыттым, басшылық еттім, әмеңізді. Қарап тұрсам, әмеңіз әдеуір өзгеріпсіз. 7 класста екеуміздің неміз екі түрлі болады. Себебі 1 класстан бастап алған уақытта бағар әме уақыт мұғалімнің айтқанын қылады. Асанның айтқанын қылмайды, мұғалім не десе сол закон болады, соны айтқанын қылады. Енді 7 класстан бастап олардың қылықлары шығады. Әлі менің қолыма суақтан түсті бұлар. Суақты менің көзімнің алдында кәдімгі гүлдер өседі ғой. Гүлдер өсіп атқандай болып, әстен өсе бердіңіз. 7 класста қандай өсеңіз, 11 класста менің алдымнан үлкен бір жақсы берген гүл болып шығып кеттіңіз. Міне, енді көрісіп атырмыз, 20 жылдан кейін көрісіп атырмыз. Сіздердің өмір жастарыңыз еледе ұзақ болсын, 30 жылдық бергейсіз, 40 жылдық бергейсіз. Әне, сол уақыттарында бір-біріңізбенен әдеуір бұннан да басқаша сөйлесесіз. Неше келінің бар, неше қыздың ұзақты, неше ақлығың бар, сондайларды сөйлесесіз. Әзірде еле жассызлар. Жұмысларыңыз жақсы болсын, мына тұрмысларыңыз, үйдегі қожалықларыңыз жүда жақсы болсын, ауызбіршілікті болсын. Ешқайсыңыз енді біздердің тәрбиямызды бұзбай, осы уақытқа шекен сол мектепте оқытқан тәрбия сіздерге. Үлкейгеннен кейін сол баяғы тәрбия ятта тұрады. Сол тәрбияны бұзбай жақсылап, семьяны жақсы басқарып кетің жігітлер. Қыздар, сіздер сондай болың, жақсы үй бейкелері болың. Балаларды жақсы тәрбиялаң, біздердің жолымызды берсін, мінекей. Айымгүл балаларды үйлендірдім, қызларды шығардым. Неше ақылығың бар? 19 ақылығым бар. Шаулық жоқ елі. Шаулық жоқ па? Яқшы. Мен де мінекей 6 ұл бір қызды үйлендірдім. Ондан кейін ақылықларым, әммесінен ақылықларым. Күніш отыр. Шығарып жібермек. Енді шаулықлар бар, Құдайға шүкір. Қызлардан бар шаулықлар. Ақылық келілер түсірдім, ол келілерімнен шаулықларым бар. Қызларымның ақылықларын шығардым, қыз ақылықларымды шығардым. Олардан шаулықларым бар. Енді Айымгүлдей 19 ба 20 ма ақылық бар, санамадым енді, мен санауға қошамадым. Шаулықларым енді болмаған болып қалды, Құдайға шүкір. Енді сол менің жолымды берсін. Былтыр 70-ке шықтым, биыл 71 жастамын. 70 жасымда сол ақылықларым мені қарым екеумізді умраға подарка етіп саяхатқа жіберді. Сондай жетіскерліктер, сондай бір қартайғанда бір адамға құрмет іздеп сіздерде де болсын. Ата-анаңызға сондайлық көрсетің. Менің жолымды беріп, сіздер де сондай құрметке бөленің, ақылықлардан, шаулықлардан, өз ұл перзентлеріңізден, қыз перзентлеріңізден сондай бір құрметке
еріскейсіз. Балаларым сіздерге, ұл балаларым сіздерге инсап берге деп атырғанымның себебі сол. Қызларым сіздерге мехір берге деп атқанымның себебі сол. Мейірімді болың қызлар, мехірлі болың, атаңызға, енеңізге, әммесінен мейірімді болың. Сонда әнекей зор мендей болып кетесіздер. Сол айташам. 80-ші жылдар ана көзі әзілер интернеті бар ма? Соның ішінде кішкентай ғана бір 3 класс бар еді. Бір коридордан шығады. 6 класс, түске дейін 3 класс, түстен кейін 3 класс оқытамыз. 2 бірінші класс, 2 екінші класс, 2 үшінші класс дегенде түсінбей алмаз. Сонда 73-тің балаларын бірінші класста алдық. Ана Сүлтеннің мамасы мен екеуміз таласып жүріп алатын. Достым, амалары сәлем айт. Сөйтіп, одан 73-ті 4-ші классқа барғанда Тоқайға барады, сояққа қарасымыз. Ондан 76-ның балаларын алдық сояқта. Олардың жаңы Тоқайға жібердік. Сөйтіп отырғанда мына 40-шы мектеп ашылды. 40-шы мектепте 79-ның балаларын алдым 1-ші классқа. Сөйтіп олар 2-ші класс болып, сояққа 3-ші класс болып келді. Сөйтіп сол классымды 10-ға шекім апардым 1-ші класстан басылып. Сөйтіп сілерді алдым. Мына жерде айтып атырмын 95-ші жылы 17 класс 1-ші классқа келді. 17 алфавит бойынша сілер кейіндесіз. 12 класс алынды да неден. Балаларым жақсы оқыдыңыз, сілерді педсоветлерді мақтады. Естім, сыртта жүрген неше жыл болса да сілерді сорап жүретінем. Естім, сілердің жақсы атларыңызды естім. Құдайым аман болың, бақытлы болың. 20 жылдықтан кейін 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық нелеріңізден өткере бергейсіз. Аман болғай Құдайым, бауырыңыз күтім болғай, ата-аналарыңыздың алдында аман болғайсың. Бәрі мәселелердің сыртыңыздан сондай етіп жүремін. Аман болғай Құдайым, мен сол классым жақсы класс еді. Ешқайсыңызды ұрмадым мен. Мен ұрдым сен. Ешқайсыңызды ұрмадым. Өздері біледі. Сондай жақсы класс болды. Тақтаға жаңағы ортасын сызып жүрген математиканы шығартамын. Сен жаман көресіз бе? Мен балаларым жақсы ғой өзі бәрі. Жаңағы тексеруді келді 4-ші класстан математикадан айтқан тексеруді кейін айтқан айылдың классы от деген. Сол сөзін естім мен. Қазірім ауызға жүрішті түресіз. Мен етіп сөйлемей тұрған бақытлы болың, аман болың, жақсы күндерді көріспейміз. Аман болсын Құдайым. Айтыр сөзін қайт болды. Осы мектеп салынған уақытларында мен Нөкістегі Кербатындағы мұғалім болып істейдім дедім. Ана білесіз бе Кербатында? Сол мектепте физика мұғалімі едім. Біздерді осы мектеп, таза мектеп салынды, соны жуасыз деп біздерді мұғалімдерді үшеуге алып келіп, біздер Сөйлер келді. Әмдеміз келіп осы мектепті жудық, тазаладық. Ол уақытта мен осы мектепте мұғалім боламан деп еш миыме келтірмедім. Сөйтіп, уақыттың өтуіменен біздер осы жаққа көшіп келдік. Сөйтіп, 1 жыл қатынап едім, қатты қиналдым. Ол уақытта автобус жоқ, білесіздер. Кейіннен қуандық гармошқа шықты. Сонда біздің баламыз, оған баса-бас. Ол гармошкеде 45 минутта жетеді екенбіз, біздің үйге сөйтіп бір ұйықтап алатын едім. Сонсын қиналғаннан кейін осы мектепке өзгертіп алдым. Сондан бері мен осы мектепте істедім. Енді мектеп жақсы атақты мектеп болды. Біздер физика, математика бойынша спецкласслар аштық, ядыңызда ма? Сол спецклассларға 9-шы класты біткергенде шекем өл деп қайырлайтығын едік балаларды. 9-шы класста қарынды айтпаяға, қазияға, паппа, қаттыға экзамен алатын еді, университетте өйтіп алмас. Сөйтіп тек білгенді өткереді, білмегенді өткермейді, қателе деген жүрмейтігін еді. Соның менен біздің балалардан көп балалар спецкласстарға өтті. Химиядан Тұрсынай ашты. Сөйтіп бөлініп жаққа кетті балалар. Сол класстан ашқан, сол екі спецкласстан
шыққан балалар бір класста 25 бала оқитын еді. Сонdan 23 бала толығыменен оқуға кіріп кететін еді. Сондай атағымыз шықты 28-ші мектептің бүткіл республика бойынша атағымыз шықты. Сондан кейін осы мектепте оқытып жатырғанымда бір күні үлкен республика бойынша не келді? Комиссия келді. Республиканың физика мұғалімдерінің бәрі келіп, біздің мектепте физика бойынша тексеру жүргізді. Сонда бір классқа жаңағы Низаматдинова деген Қарақастанда атақты физик Тақтакөпірлі сол келіп оқытты. Тосаттан келіп оқытады да басқа мұғалім. Сөйтіп оқытқан уақытларында қиын есапларды доскілерге жазып балаларды шығарды. Сол кластың балалары тек шығарып кете берді есапларды бәрін. Мұғалім кейіннен біреуін көрсетіп, бір жерінде 40-тай атақты физик екен, 40-тай алжасқан уақытта мұғалім мына жері мынандай деп замечание беріп тұрды. Сөйтіп келіп, мынандай обсуждение болады ғой. Сол уақытларында келіп, бұл класты деді, һәм басқа барлық класслардың ең жақсы оқитын физик балаларын әкеліп жинап бір класс қылған деді. Сол уақытта біздер қапа болдық. Неге? Журналды әкелдім, сол классқа барды. Пәленшеева тұр, Төленшеева, һәмме орнынан тұрды. Қайсы класс? Осы класста оқимыз. Сөйтіп директор келді, ешқандай басқа жақтан бала келгеніміз жоқ. Сенбеді да біздерге. Сондай балаларымыз күшлі еді. Қатты күшлі еді. Енді қайдем қазір қандай екен балалардың, қазіргі балалардың қандай екен. Сөйтіп біздердің балаларымыз атаққа шықты. Бір күні Ташкентке барсам, бір топар балалар келіп мен сүйіп атыр, ау деп қарасам, біздің 28-дің бітіріп кеткен балалары, ең жақсы балалар, сояқта жүрді екен. Жаңа балаларды бір кіргізуге қатынасам деймін. Естіп қойма. Сондайларға қатынасатын балалар. Біреуіңіз врач, біреуіңіз және бір нәрсе, әмеңіз әртейлі жұмыстарды істеп жатырсыз. Міне істілермелікпенен шұғыланып жатырғандарыңыз бар шығар, иә? Тараудан бар. Тараудан бар. Алла сөйлеп отырсыз ба? Шақарлы ниетіміздің біздер желісін жетіп қойылды. Сол үшін сіздерге сол класстың атына үлкен minnettarchilik білдіремін. Біздерді тай-тай басқамызды анамыз қолымыздан сүйреп жүруді үйретсе, біздер осы мектепке бірінші қадамымызды атқанда айнұрда сіз басшылық етіп екінші анамыз болдыңыз ғой. Құрамалы уақытқа дегенде Гүлжамал апай енді сізге сәл қиынлау болды. Сол шашыңызға түскен ақардың көптігінде сол біздердің тәртіпсіздігіміз шоқығымыздың есі жатқан шығар деп ойлаймын. Енді сол minnetіміздің арқасында біздер қазір Камалға келдік, оқыдық. Әркім жаңа айтқандай har тарапта істеп жатырмыз. Сол біздердің сондай дәрежеге жетуімізде сіздердің үлкен minnetіңіз жатыр. Өлгенше сіздерге басымызды иеміз, minnettarchilik білдіреміз. Ешқашан ауырман, сырқаман, әрдайым алдымызда аман болың. Assalamualaikum, saya hormati ustazlarimiz, men bu dinda aytishimizga vaqt topdi. Sizga rahmat birinchi ta'minimizni berdingiz. Usmonda hamma Usmonda o'tirgan yigit qizlarlari birinchi harfda Usmonda yurib, kelishib xizmatda hamması. Siz shu bergan ta'minimiz uchun sizga rahmat. Xalanganlar Guljamoton Pitkerde şu ama sonra Pitker'e bağlı. Odan keyin hamma bir kollejiyatsiyaga kirib ketdi, so'ng universitetlarga kirdi. Hozir moshi har tarovning iyesi var. Vallahi. Bir-birinden ishtirok kasbning egalari bor. Kostyumesin falan. Endi bir xato surgurlardan deb aylanib kelib odamlar jinoyat maqsad bo'lgan yo'q. Nega? So'ng bilan qolgan joyimda aytganda, so'zim aytganda 30, 40, 50 yıl 60 yıllarda oturan nesi biti bir geyler. Şahsi bir spor olsun.
сен үшін шығарман мен. Мен тірі болса, Құдай өмір берсе көруіміз мүмкін. Ұзақ өмір сүрсеңіз, және бір мәрте әкелу несіп етсін біздерге де. Аман болыңыз Құдайым. Міне осы мектепте бірінші директор осы мектептің ашылғанда шасемен болды. Паралиш болып ауырып жатыр деп естіп жатырмын. Еді синагоганың несіне. Енді жаңа оқушылар келіп кеткеннен кейін мен партаның астын көріп шығамын. Мен қап тазалады. Себебі Зинадинаға сондай жасаушыластың Мана мектепте ұстаздар мектепте шөкілместіріп жатқан бұл нәсібе мына кабинеттерді бірнешеге алып жүрген осы манда. Сүйерде мұғалім бол. Сүйерде мұғалім болып істейді Нәсиба. Мамасы да сүйерде оқыды. Татьяна Ералиевна Аташеваны мен ақылымның кеше үйленіп жатқан ақылымның класс ұрығы еді. Мен есбетті бір жаман отбасының ақылымызға сабақ беру. Көп мұғалімдердің ақылларына сабақ бердім. Сол кездегі минетлеріңізді енді түсіндім, қанша ауыр, қиын екенін білдім ба? Рахмет айтамын сіздерге. Сол кезде берген білімдеріңізге Айгүл апа біздерге айтатын еді. Тәртіпсіздік қылатын уақытта көшіп коридорға шығып, кім түкірсе соның түрігінен танимын. Зинадинаға сондай таза кісіге еді, иманым берсін. Кабинет деген тап-таза болып тұрады. Мына бірінші мына мені деволлардың өзі әтлейді, мына ремонттың атында. Ал айымды мен болдым дейді, келсем бір хат танбайды жаңағы неге, төменге. Мен краскілеймін. Сондай таза кісі еді. Сосын не қыласың еді, айтып отырмын, бардың астыларын көріп шығамын. Себебі Зинадинаға сондай адам еді. Ал басқа классқа барсақ, партаның үстілері сызық. Менің кабинетім тап-таза еді, гүлдер деген ашылып тұратын еді. Мен классты бөлетұғын едім. Екі қыздан бөлетін Екі класс гүлші қызлар деген қызларым бар еді. Ондан кейін ана жерде приборларым тұратын еді. Соны тазалайтұғын қыздарды бөлетұғын едім. Әммесін бөлетін едім, әркім өз жұмысын істейтін еді, соны пұқта етіп істейтін еді. Ол менің үйретуім еді. Уақытта сіздерді мен еткенде қатал мұғалімдер еді. Айтбаяға күшіліп кезіп еді. Қазияға ол не болды? Завуш болды. Олам қатал еді. Олар кеткен уақытта ешбір мұғалім сабақтан шығып, оқтан мұғалімдер ешбір сабақтан шығып, өсік сөйлесіп тұрмайды бұл еді. Бәрі қатал еді, папа да сондай қатал еді, әмменісті жақсы оқытатын еді, әм сауатлы мұғалімдер еді. Бәрі жақсы еді, оларға еш кітаптың ненің керегі жоқ еді. Біздер Риуға барсаға? Mına және hürmetli assalamu alaikum. Mına ұстаздар біздер мектепке bir kolonka alып едік. 3 класстың атынан. 3 класс қосылып, общийда bir жиналып, сөйтіп мектепке подарок есебінде ашық сабақ өтеді деді, кабинеттерде не қылады деді. Соның үшін сондай бір заманауи түрі болып жатқан ғой, колонкамен өтіп беру мақсатында. Соны алып едік ойласқан алда. Мектепке бұл. Естелік есебінде 20 жылдықта бір жағынан подаркына мұғалімізге сол сенің уәкіл есебінде беріп жатырмын колонканы 27 мектепке. Aşağıdan deket baktıyar. Kafamın önüsü. Басқашы класста завуш болды, мектебіміздің жас үлкені еді. Сондай адамдардың көңіліне қарай келеді. Сондай жақсы адам еді, иманым берсін. Енді кейін давам етіп жатырды міне. Бұл да завуш. Енді директоран болады Құда қалесе, өсе береді. Енді
жаппайма жұмыс істеу. Ал не басқарып отырсаң бола бер деректі. История деген жер бар, сол жерде өзгерткен затын запись етіп қала береді да. Оны ана аяқта оны Ташкент көріп отыра алады. Баяғы қағаз журнал емес, ол жақтан бір адам көріп келіп деп ашып көре алады оны. Әзір ана жақта отырып көргеннен біз Өзбекстаннан мектептің барлық журналын, оқушылардың үлгеруін, неше оқушының компьютерден көтермейді. Соны мына жеген есапқа мұғалімдердің. Баяғы мектептерде өз алдына бухгалтерия болады оны. Әзір бухгалтерияда жоқ. Өздеріміз істейміз, өздеріміз жүгенеміз, бірақ каждый бухгалтер ана жақта отырып централизованный жерде ол тек подоходный налогты тиісті жерлеріне өткеріп, Минфинге сауалнама жіберіп, керек ақшасын бізге алып береді, біз бәрін оперативно отырып тұрамыз дегендей нәрселер істейміз да. Әмейін басында бар зат қой. Қазір мен болса да сол уақытта оқушылар бірақ жақсы еді. Жақсы оқыды бәрі. Жақсы еді. Әзір оқушыларым жаман емес, дегенменен баяғы Ергелеу, иә? білімге ертеңгі баяғы 5 сатана келеді, баяғы 25-і және жоқ. Әр күні көрсеңіз сол 5 сатана, 25-і жоқ. Сондан кейін білімге нетпейді да балалар. Оларды 10 болсын мына 20 жылдары. Мына мектебіңіз сіздер үшін ашық, келіп тұра берің. Жақсы гәпелеріңіз, ақылдарыңызды өздерінің кейінгі классларға кіргім айтсаңдар болады осы мектепті бітіргендеріне. Неге көпшілігіңіз сол мектептен білім алып, көп тарауларда жұмыс істеп жатқан шығарсыздар, жұмыстарыңызға табыстар болсын, жетістіктерге жетің. Сол жақсы күндеріңіз көп болсын, ұшырасаңдар осындай жақсы ниеттерде тойларда ұшыраса береді. Сәлеметсіздер, құтты болсын, ұстаздар, сол сіздердің тәрбиеңіздің арқаңызда осы күнге жеттік, бәріміз қатарымыздан кем болмадық, бәріміз қатарымыздан алды болып жүріппіз. Білім беруде, сіздердің білімдеріңізді өздеріңіз ана болып, мұғалім болып, қадіріңізді біліп жатырмыз, ата-ананың қадірін ата-ана болғанда білесіз дейді ғой. Бәріміз қожалық болып өмірдің несін көріп жатырмыз. Жамал апа, мен де сол сіздің жолыңызбенен физик мұғалім болдым. Өзім дейін ұққан ғой сен. Сіздің өзіңізден келатырман. Соны елдейміз, алдыңызда барқама сол қатаймай аман жүрің. Сіздің жасаңызда әмеміз сол жасқа жету несеп етсін. Сол 30 жылық, 40 жылықта ұшырасу дидар несеп. Әмем 4 көз түгел қатынаса бергейміз. Мына мұғалімдерге жаңағыдай тілек білдірді де бар ма? Маған бермедіңдер деп. Ассалаумағалейкум. Осы қызларменен, жігіттерменен сол мектепте таныстық бірінші классқа келіп, бірінші Айгүл апа біздерді 47 класс кабинетте, кейін 51 кабинетте оқыдық, нахар ақпартасып бар еді. Бірақ апа кешіресіздер, мен тілекке қарсы 6 жасқа келіп, 7 жасқа барса мектепке жүруге мәжбүр болып қалдым. Бірақ әмеңізге мыңнан бір рахмет, себебі мен айшапаларымнан 5 айшапаларым, бір айшапаларым осы мектепте оқыды. Тәжібіратов бұлар бәрі. Айшапаларым әмесі мұғалімшілік тауында көпшілігі. Өзінен мұғалім болып істеп жатқан бір мектепте. Енді сіздер арқаңызда сіздердің пәтияңызды алып, Құдайға шүкір, кем болмай жоқ, ешқайсысы мына жігіттердің ешқайсысы кем болған жоқ. Құдайым мен қызларға да жігіттерге сіздердің өмір жолыңызды берген. Жаңағы ақылық болсын, шаулық болсын әмеңіздер. Әмеңіз осындай жақсы күндерде жақсы ниеттермен ұшырасуға несіп ете берсін. Әмеңше аспаныңыз ашық болсын, жүзіміз жарық болсын. Әмеңізге және қош құсы байрам құтты бола берсін. Енді бір фотосыз. Birinchi bor senga qo'yganda qadam bola edim hali sho'x juda ham yosh mana o'tib ketdi yillar oradan endi seni tark etaman ko'zda yosh xayr ustozlarim xayr do'stlarim
xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, esdaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillarim, senda qoldi sho'xliklarim, oq yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yilni. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytdim, his qildim men o'sha beg'uborlikda. Qalbimda hayajon, yurakda afsus, bu so'nggi qo'ng'iroq, so'nggi tanaffus. Unutmoq qiyindir, o'chmas xotira, seni tark etaman, oq yo'l tilim. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda. Addicted to love, I'm your victim. You left me alone. Oh, why? That beautiful smile got my attention. I wish you were mine. Oh, why? Sorry, I'm not sorry. You don't fit in my sorry, but I know that's a la 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 la. Thank you, but no thank you. I'm trying to stay faithful, but you know that's a la 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 la. You're giving me heart attack. I'm not giving you up. I'm only human, falling in love so high. Enough is enough with your excuses. I'm not giving you up. Oh, why? Sorry, I'm not sorry. You don't fit in my sorry, but I know that's a la 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 la. Thank you, but no thank you. I'm trying to stay faithful, but you know that's a la 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 la. You're giving me heart attack. Giving me heart attack. Giving me heart attack. Tell me what is going on, my dear. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Без покорок моя память, никуда от них не деться. Я своих
хуже школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок, прощай.